Assalamu alaikum. Бұл болған вакыя 6 ноябрь күні болды. Мен Қоңырат OLX группасына өз телефонымды сатаман деп тағаза бердім. Сөйтіп, содан кейін маған Мако Александр аккаунтлы адам мен өзім аламан. Сенасы қанша деп сұрады. Мен сенасын айттым. Яқшы деді. Мен ақшасын төлеймен. Сен маған ертең машина салып жібересің деді. Мен яқшы дедім. Маған телеграм ссылкасын жіберемен. Соған кіріп пластик нөміріңді жазасаң, кейін саған пул өтеді деді. Мен соған кіріп жаздым. SMS келді. SMS-те кодтан жаздым. Және қате деді. Екінші мәрте және жаздым. Олам қате деді. Сөйтіп шықтым. Кейін қарасам мен үш сотымдағы ақшам бәрі кетіп қалған. Кейін сен алдың ба десем, яқ мен алмадым. Ол менің жерден сұрадым, қателесіпті деді. Iltimos sizlerden осы пулымды қайтаруға жәрдем берсеңіз.